Иранды Американың 30 әскери базасы қоршап тұр, картаға қараңыз. Иран таяу шығыстың қақ ортасында. Ал оның айналасында бір ел емес, толық әскери сақина. Бұл сақинаны құрған Америка. Көп адам Америка Иранға шабуыл жасай ма деп сұрайды. Ал шын мәнінде сұрақ басқа. Америка Иранға қазірдің өзінде қаншалықты жақын тұр? Иранның айналасында қанша америкалық база бар? Ресми түрде Америка Иранның өз ішінде база ұстамайды. Бірақ оның айналасында 30-дан астам ірі және орта әскери нысан, ең бастысы, олар Иранды барлық бағыттан қоршап тұр. Батыс бағыт, Парсы шығанағы, Кувейт. Мұнда ондаған мың америкалық әскер орналасқан. Танктер, артиллерия, логистика барлығы дайын. Бахрейн. Бұл ақш әскери теңіз күштерінің 5-ші флотының штабы. Парсы шығанағындағы теңізді толық бақылауда ұстайды. Катар. Аль-Удейд базасы аймақтағы ең ірі әуе базаларының бірі. Стратегиялық бомбалаушы ұшақтар, дрондар, барлау жүйелері осы жерден көтеріледі. Біріккен Араб Әмірліктері. Заманауи әуе базалар, әуе шабуылына қарсы қорғаныс, зымыранға қарсы жүйелер бар. Бұл бағыттан Америка Иранның оңтүстігін толық бақылап отыр. Солтүстік батыс Түркия мен Ирак. Түркия инжирлік базасы НАТОның маңызды тірек нүктесі. Ядролық инфрақұрылымға дейін бар. Ирак Америка ресми түрде кеңесші деп атайды. Бірақ шын мәнінде бірнеше ірі база сақталған. Бұл Иранның батысына ең жақын бағыт. Шығыс бағыт. Ауғанстаннан кейінде бақылау бар Америка. Ауғанстаннан әскерін шығарғанымен аймақтан кеткен жоқ. Пәкістан мен Орталық Азиядағы серіктестер арқылы барлау, спутник, дрон бақылауы жалғасып жатыр. Бұл базалар қаншалықты мықты? Бұл жай ғана казарма емес. Әр база шағын соғыс машинасы. Әуе шабуылы, зымырандық соққы, дрон мен барлау, электронды соғыс, спутник арқылы бақылау. Барлығы бір орталық басқарылды, Центком. Қажет болса, бірнеше сағаттың ішінде жүздеген ұшақ, мыңдаған зымыран, теңізден соққы беретін флот іске қосылады. Бірақ неге Америка соғыс бастамайды? Себебі Иранда әлсіз емес. Иранда мыңдаған баллистикалық зымыран, дрон армиясы, теңіздегі асимметриялық тактика, аймақтағы прокси күштер бар. Соғыс басталса, Парсы шығанағы жабылады, мұнай бағасы аспанға ұшады, аймақ түгел отқа оранады. Сондықтан бұл соғыс емес, қысым балансы. Қорытынды Америка Иранды оқшаулаған жоқ. Ол Иранды толық бақылауда ұстап отыр. Ал Иран сол сақинаның ішінде отырып, әр сәтте қарсы жауап беруге дайын. Бұл оқ атылмаған, бірақ қару кезенген соғыс. Осындай видеолар ұнаса, арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып қолдап қойыңыз. Сіздің қолдауыңыз бізге келесі видеоларды шығаруға үлкен шабыт береді.